Сәлем достар, қош келдіңіздер Барс Эстейт парақшасына. Бүгінгі сатылымға шығып тұрған керемет екі этажды үйіміз 25 жылғы соғылған 10 соттық жерде 300 квадрат метрден тұратын екі этажды үйіміз сатылымға шығып тұр мінекей. Бұл жерге келетін болсақ, мынандай керемет бастырмамыз бар, бірнеше машинаға арналған, қараңыздар. Сол беткейімізде 3 бөлмеден тұратын жылой кішігірім үйіміз бар, барлық жағдай жасалынған бұл жерінде. Және келіңіздер, мына ауланы көріп тұрсыздар, жаңа үй болғандықтан озелененияларды жасап жатыр мінекей. Бұның бәрі ертең өскеннен кейін тамаша болып жайқалып тұрады бұл ауламыз. Келіңіздер, мұнда қараңыздар, ішіне деген керемет тапчанымыз да жасалынған, міне тамаша тапчан, міне кованый нелерімен, осындай отбасымен отыратын, және де мұнда балдарға тамаша етіп турниктар жасап қойған, балдардың жағдайын жасап, жақтама үйлер бәрі қоршалған, автоматты емес қақпамыз бар, бастырмамыз бар, мінекей. Достар, осындай тамаша үй сатылымға шығып тұр. Бағасын толық мәлімет астында жазатын боламыз. Кеттік, бірге үйдің ішін тамашалайық, достар. Қазір үйді полный обзор қылып бір видеоға сыйғызуға тырысамыз. Қазір жүріңіздер. Қош келдіңіздер. Ал мінекей достар, қош келдіңіздер үйге. Мінекей осындай тамаша бірінші этажда осындай кіреберіс, міне встроенный шкафтарымыз, мына отыратын зонамыз осындай тамаша. Келіңіздер бері. Көрек, осындай белый, әдемі белоснежный үйіміз сатылымға шығып тұр. Міне кірген кезде сол беткейімізде тамаша дизайндегі зал. Қараңыздар, размері өте үлкен, өзіне жарасымды перделерімізбен, мінекей осындай тамаша перделер, люстралар, өте осындай әдемі үйіміз, уютненький. Мінекей, бұл жерде қазақша там десек те болады, мінекей тамаша осындай дизайнде компактный, әдемі. Бұл қонақтарға қазақша бөлме десек болады. Және де бұл жерде келіңіздер, достар. Өте компактный, уютный ас бөлмеміз. Бұл жерде де барлық жағдайы жасалып қойған. Мінекей вытяжкамыз дайын тұр. Сосын плитамыз, духовка, микроволновка, барлық жағдайы жасалынған, өзіне жарасымды люстралармен осындай тамаша дизайндегі бұл ас бөлме, достар. Мынау лестница, екінші этажға көтерілетін лестницамыз. Және мынау бірінші этаждағы санузеліміз. Қараңыздар, өте осындай кең. Бұл санузел и прачечный. Осындай тамаша. Мына жердің бәрін шкаф етіп істеп тастаған мінекей. Сондай ыңғайлы етіп, достар. Кеттік, екінші этажды қазір көретін боламыз, достар. Ал кеттік, достар, екінші этажға дайынсыздар ма? Пауза қоя тұр. Жүріңіздер екінші этажға, достар, көріп тұрсыздар, өзіне жарасымды люстраларымыз, бұл жерде браларымыз, және де қараңыздар, тамаша өте ыңғайлы лестницамыз. Екінші этажға көтерілетін болсақ, бұл жерде тамаша балконымыз бар. Осы плюстардан бастайықшы. Қараңыздар, не деген балкон, не деген көрініс. Ауа тамаша, мінекей бұл жерде бір жатым бөлме. Қараңыздар, өте әдемі, өзін жиһаздарымен жабдықталған жатым бөлмеміз. Мынау үлкен бөлмеміз, екінші этаждың холлы десек те болады. Молодежь осяға көтеріліп, өздері бөлек отырса, өте ыңғайлы бөлме бұл, достар. Кеттік. Мынау екінші этаждың, қараңыздар, екінші жатын бөлмесі. Ой, извиняюсь, екінші жатын бөлмесі. Бұл және де мынау санторап, және қараңыздар, екінші этаждың санузелі. Және
Үшінші жатын бөлмеміз. Былай қарағанда, достар, екінші этажда 4 жатын бөлме жасасақ та болады, ана холлды үлкен хозяйский спальня жасасақ болатын бөлме, мінекей. Және кішігірім 3 осындай уютный, барлық жағдай жасалынған жатын бөлмеміз бар. Ал достар, баршаңызға осы жылы керемет үйлер жұғысты болсын. Лайк басып, комментарий жазуды достар ұмытпаймыз. Баршаңыз менің бар көрерменім үйлі болсын. Сіздерге де керемет үйлер жұғысты болсын. Келесі кездескенше бәріңіз аман, сау жүре беріңіздер.